Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Үй жағдайында сирок дайындаймыз. Балаларға дайындап берсек қуанатын болады. Сүзбенің үстінен ерітілген сары майды құямыз. Сахарный пудраны саламыз және әдемі дәм иіс болу үшін ванилин қосамыз. Енді осыларды блендермен араластырамыз. Толық араласып біркелкі болуы қажет. Міне дайын. Енді сүзбемізді кондитер мешогына саламыз. Келесі осындай үйіңіздегі кез келген формаға салсаңыз болады. Менде Барнидің формасы болды. Форма толық толуы қажет. Арасында ауа қалмау керек. Осылай бетін тегістеп шығамыз. Енді морозильникке 2-3 сағатқа сүзбе қатқанша қалдырамыз. Сүзбені аларға қарсы шоколад пен сары майды қосып ерітеміз. Ерігеннен кейін мен шоколадқа жаңғақ салдым. Сіз қаламасаңыз, салмасаңыз да болады. Енді сүзбені морозильниктен алып, еріген шоколадқа осындай ағаштың көмегімен салып аламыз. Сыртына шоколад толық тиюі керек. Шоколадқа салып алғаннан кейін морозильникке қайтадан 10-15 минутқа салып аламыз. Сыртындағы шоколадты толық қату үшін. Міне сирок дайын болды. Осы рецептпен дайындап балаларыңызды қуантыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз.